Баршаға ассалаумалейкум. Бүгін жаңа күн, баршаңа сәттілік тілеймін. Бүгінше кезекті видео. Осы огородтан бастайық. Құдай қаласа помидор көшеттерін егіп тастадық. Осындай капельный полив өте тиімді екен. Өте тиімді. Жаңағыдай колонкаға қосып қоясыз, жай ағызып, өздігімен су шығын болмайды екен. Сосын помидордың түптері қатып қалмайды. Осылай жап-жасыл болып тұра береді екен. Жақсы өнім береді екен, және өте тиімді. Осы егіп қойды, Құдай қаласа бұның несін көретін боламыз келешекте өнімдерін. Ал енді биогумусымызға барайық. Бізде тағы да бір проблем пайда болды. Каламуш деген пайда болды. Каламуш семейный бір 2-3 жүр келіп шуалшандарды қазып жеп жатыр. Осындай самодельный қапқандарды істегем. Енді қазірше эффект жоқ. Бір 2 мәрте жабылды мына кішкентайы. Бірақ сәл дұрыс жасалмады ма, қайттан шығып кетіп жатыр. Ана шелектен жасалған неге кірген жоқты уже. Жалпы шылаушандардың жағдайы жақсы. Кеше бір сыпыра аударып шықтым. Не үшін десеңіздер, суғарған кезде басылып қалады екен. Отырып нығыздалып қалады. Сол кезде шылаушандарға қиын болады екен. Соны 2 аптада, 1 аптада осылай аударып тұру керек, жағдайына қарай. Бісміллә, мына жақта. Бүгін күн салқындау. Кеше жаңбыр жауды. Мінекей. Қып-қызыл шылаушан, калифорниялық. Белінде несі байлап жатыр, жаңағыдай. Кеше аударған соң бәрі жан-жаққа қашып кетті. Шет жақтарында. Енді әлі 1 айға толған жоқпыз біз. Әлі 1 айға толған жоқпыз. Келешекте шілде айының басында 3 ай болады. Сол кезде осы борттың барлығы шылаушанға толады деген үміттеміз. Өз кезегінде біз жағдайларын жасаймыз. Мінекей. Кеше аударып атқанда да кокондар өте көп. Осылай шықты. Әр коконнан 2-ден 20-ға дейін шылаушан шықса, өздеріңіз санай беріңіздер. Құдай қаласа. Ал енді тағы бір нәрсе көрсетейін дегенім, өткенде кене тал деп жатқан ем ғой. Солар шықты. Құдай қаласа. Мінекей, мен қазір көрсетіп жіберейін сіздерге. Мінекей. Мына кене тал. Кене талдың ұрығы 2 еккен осы жерге. Келешекте жапырақтар қазандай дәу болады. Бұлар тез өседі жаңағыдай. Кустарник қой, бір айтқанмен. Биіктігі 3 метр, 2 метрге барады. Құдай қаласа бұларда өсіп, көгеріп жатса көретін боласыздар. Осы жерде, мінекей, мына жерде шықты. Мына жерде шығып жатыр. Арасын 2 метр ғып, осы 2-2-ден салғамын. Мына жерде көңдерді жуып реттеп жатырмын. Жуу керек бәрін. Кептіріп, жалпы айтқанда жұмыс көп. Жұмыс жасайтын жұмыс көп. Подписка жасаңыздар каналға, қызықты видеолар әлі алда болады. Лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар. Кездескенше сау саламат болыңыздар.